жүйелі тапсырмалар арқылы мотивацияларын оқушылардың арттырып отыру. Жұмысымның, яғни жинақтың мақсаты 4-ші сынып оқушыларының ағылшын тілінде оқылым дағдыларын дамыту болып табылады. Ал міндеттеріне келсек, жас ерекшеліктеріне сай мәтіндерді ұсыну, оқылым стратегияларын қалыптастыру, сөздік қорды дамыту және топтық жұмыстарды ұйымдастыру болып табылады. Жинақтың құрылымы, күнделікті өмір тақырыптары, яғни әр тапсырмада күнделікті өмірде қолданылатын фразалар, сөздер жиі кездеседі. Сатылап кезеңдеп дамыту мәтіндері қолданылған, яғни жинақтың ішінде бар. Ол қиыннан күрделіге көшіп отыру. Келесі ол оқылым тапсырмалары, ойын және сөйлеу элементтері және қалыптастырушы бағалау кіріктірілген жинаққа. Күтілетін нәтижелер, яғни 4-ші сыныппен мен жұмыс істедім осы жинақ арқылы. Сонда мен алған нәтижелер мынандай болды. Мәтінді түсініп оқи алады балалар, негізгі ойды анықтай алады, жаңа сөздерді меңгерді, өз ойын жеткізе алады, ағылшын тіліне қызығушылығы артады. Және қорытындылай келсек, жинақ оқу бағдарламасына толықтай сай, мұғалімге де, яғни маған да, оқушыларға өте қолайлы болды. Оқылым дағдыларын жүйелі дамытты және бастауыш сыныпта тиімді қолдануға болады. Келесі спикерге сөз берсем. Жақсы, мен қазір поделицаға басамын, содан кейін WhatsApp-қа кірем ба сонда? WhatsApp-қа кіреді екенмін, одан кейін WhatsApp қалай табады екен? Просто мен бірінші рет қойып тұрмын, таба алмай жатырмын. Қалай қосылам? Презентациямды қалай қоссам екен? Көмектесіп жібересіздер ме? Әсем Тоқтаровна ма? Әсем Тоқтаровна, Басай беріңіз ба? Жоқ, мен презентациямды қалай қоссам болады екен? Қай жерге басам? Поделицаға бастым, міне, поделицаға тағы да басам. Содан кейін демонстрация экранына бастыңыз ба? Міне, болды, менде міне шықты. Мен қазір болды, шықты. Мен қазір тауып алайын, қазір 1 минут. Содан кейін бастай беремін. 1 минут. Сіз реттей беріңіз. Қазір келесі Айжан Жанапқызы. Получилось? Да, вот. My theme, how to develop speaking skills in 7th grade. Онда жазирусыз бастайсыз, осы істен кейін. Мен естіліп тұрмын екен, мен естіліп тұрмын бекен. Да? Да. My theme, how to develop speaking skills in 7th grade students. Content, introduction, speaking topics, communicative activities, tasks, conclusion, use literature. Relevance, fluent English speaking is a key indicator of language competence. 7th grade students are active and open to communication. Speaking skills develop thinking, confidence, and communication abilities. Aim, to develop English speaking skills on 7th grade students, to teach students to speak freely through monologues and dialogues, to form communicative competence, to expand students' vocabulary, to teach correct use of grammar in speaking, to develop dialogue and monologue skills, to increase students' activity through peer and group teaching. Мына WhatsApp-қа 6 деген күшінде жіберіпсіз, сол презентацияны басыңыз үстінен. Көрініп тұр ма? Көрінбеді. Көрініп тұр ма? Менің презентациям көрініп тұр ма? WhatsApp-та чатыңыз көрініп тұр. Қай жерге басамын?
Мен оның үстіне басып тұр, маған өзіме көрініп тұр. Енді не істеймін мен? Не істеймін? Беріңізші, ары қарай. Ары қарай айта берейін, иә? Жалғастыра беріңіз. Teaching methods, communicative approach, role plays, storytelling, discussions, project-based learning, game-based learning, main topics: school life, friendship, reading, technology, travel, healthy lifestyle, future plans, emotions and feelings, types of tasks, storytelling, dialogue, role play, discussion, opinion sharing, expected results: express their ideas freely and confidently in English using appropriate vocabulary and clear pronunciation in everyday and classroom situations, create and perform dialogues and short monologues on familiar topics, logically organizing their thoughts and maintaining basic fluency. Так. Work actively and cooperatively in pairs and groups, participating in discussions, role plays, and communicative tasks with confidence and respect for others. Use grammatical structures correctly in oral speech, apply learned grammar and linking words to make their speaking more accurate and coherent. Conclusion: communicative tasks effectively develop speaking skills, students' motivation and self-confidence increase, lessons become engaging, interactive, and life-oriented. The teacher's role is to guide, support, and motivate. Thank you for your attention. Рахмет сізге. Бименова Алтынай бар ма? Айжан Жанатқызы. Келесі әріптестер. Олай болса қазір Айжан Жанатқызы нөмірі 18 мектеп. Айжан, микрофон бар. Саламатсыздар ма? Дауысым естіліп тұр. Иә. Экран көрініп тұр ма? Демонстрация көрініп тұр ма? Көрініп тұр барлығы. Бастай беріңіз. Жақсы, өзімді таныстыра кетейін. Мырзағұлова Айжан Жанатқызы, мектеп. Мені бүгінгі таныстыратын әдістемелік құралымның тақырыбы жеке ағылшын тілін үйренуге қолдау көрсету үшін жасанды интеллект платформаларын пайдалану. Бұл әдістемелік құрал құрылған. Әдістемелік құралдың мақсаты 6-шы сынып оқушыларына ағылшын тілін жеке дара үйренуге қолдау көрсету мақсатында жасанды интеллект платформаларын тиімді қолдану әдістемесі. Міндеттері жасанды интеллект технологияларының жүйесіндегі рөлін талдау, оқушылардың жеке оқу траекториясын қалыптастырудың әдістемелік негіздерін анықтау, 6-шы сынып бағдарламасына сәйкес ағылшын тілі сабағында жиі платформаларын қолдану, оқушылардың оқу жетістігін бағалау және рефлексия жүргізу тәсілдерін түсіну, мұғалім мен оқушы арасында интерактивті және ынтымақтастық ортасын және де күтілетін нәтиже оқушылардың ағылшын тілін өз бетінше меңгеру, мотивация артады, тыңдалым, айтылым, жазылым және оқылым дағдыларының теңгерімі дамуы қамтамасыз етіледі. Мұғалімдер сабақ барысында жиі платформаларын үйренуде кіріктіре алады, цифрлық сауаттылық, сыни және креативті ойлау қабілеттері дамиды, оқушылардың жеке оқу жетістіктерін бақылау және рефлексия жүргізу жаңа формаларын қалыптастырады. Және де жасанды интеллект технологияларын білім берудегі маңызы дәстүрлі оқыту моделін толықтыру, оқу процесін интерактивті, дербес және үздіксіз ету. Бұл технологиялар мұғалімнің өмірін басқарады, керісінше оның жұмысын тиімді ұйымдастырып, әр оқушыға жеке қолдау көрсетуге мүмкіндік береді.
және де жасанды интеллект технологияларының негізгі бағыттары білім берудегі қолдану үлгілері олар біріншісі natural language processing тіл өңдеу, екінші speech processing сөйлеуді тану, үшінші adaptive learning бейімделген оқыту, төртінші automated feedback автоматты кері байланыс. Және қорытындылай келе жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша жасанды интеллект технологияларын ағылшын тілін жеке үйрену процесіне енгізу оқу сапасын арттырудың дараландырылған және мотивациялық білім беру ортасын қалыптастырудың тиімді жолы екенін анықтайды. Болды. Да, готова. Ага. Да, видно мою презентацию? Ага. Что ж, здравствуйте, коллеги. Сегодня я хочу представить свой педагогический опыт использования геймификации на уроках английского языка в 9 классах. И хочу объяснить, почему этот подход особенно актуален в современных условиях. Современные подростки, они живут в цифровой среде и привыкли к интерактивности, быстрым решениям и активному участию. При этом многие учителя, они сталкиваются со снижением мотивации к изучению иностранного языка и пассивностью у самих учащихся. В такой ситуации геймификация становится основным эффективным инструментом, позволяющим сделать обучение более осмысленным и вовлекающим. Цель моей работы – это повышение мотивации, эффективности обучения английскому языку через внедрение игровых и геймифицированных технологий. В процессе работы я стремилась активизировать речевую деятельность учащихся, сформировать устойчивые грамматические и лексические навыки, а также создать комфортную и позитивную образовательную среду, в которой ученики бы не боялись ошибаться и готовы были бы взаимодействовать друг с другом. Новизна моего опыта заключается в системном подходе геймификации. Игровые элементы используются не эпизодически, а как часть структуры урока. Я разрабатывала авторские игровые сценарии, карточные задания, квесты, различные ролевые игры, адаптированные под темы учебной программы 9 класса. В работе активно применяла цифровые платформы, которые повышают вовлеченность и дают быструю обратную связь. На практике это реализуется через разнообразные форматы, настольные и карточные игры, как я уже сказала, квесты и так далее. Игровые технологии используются как при изучении грамматики, так и при работе с лексическими темами. При этом игра всегда имеет четкую учебную цель, а английский язык становится инструментом для ее достижения. Результаты внедрения показывают, что рост учебной мотивации, повышение активности учащихся и улучшение устной речи. Ученики охотнее работают в группах, проявляют инициативу и уверенность, а процесс обучения становится более живым и продуктивным. Практическая значимость опыта заключается в возможности его адаптации под разные уровни и возрастные группы. Материалы не требуют сложного оборудования и могут быть использованы как на уроках, так и во внеурочной деятельности. В заключение отмечу, что геймификация – это не развлечение, а современный педагогический инструмент, который позволяет сделать урок английского языка эффективным, мотивирующим и соответствующим требованиям современного образования. На этом все. Спасибо за внимание.
Мен қояйын. Мгм. Көрініп тұр ғой, иә? Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Замадинова Жазира Бейсенбайқызы, 18-ші орта мектеп мұғалімімін, ағылшын тілі пәні мұғалімі. Менің әдістемелік құралымның тақырыбы алып отырған балаларға ағылшын тілін ойын әдісі арқылы үйрету, әсіресе бастауыш сыныптарына. Зерттеудің өзектілігі бұл тақырып қазіргі білім беру талаптарымен тығыз байланысты, яғни 21-ші ғасырда көп тілді коммуникативтік қабілеті жоғары тұлға қалыптастыру басты міндеттердің бірі болып табылады. Сондықтан Қазақстанда ағылшын тілін бастауыш сынып, яғни 3-ші сыныптан бастап оқытылу қолға алынды. Алайда тәжірибе көрсеткендей, дәстүрлі оқыту әдістері балалардың қызығушылығын әрдайым сақтай бермейді, және оқуға деген қызығушылығы төмендеп кетеді, және мотивация болмайды оқуға деген. Тез жалықтырып жібереді. Сондықтан ойын технологияларын қолдану балалардың жас ерекшеліктеріне сай келетін және оқыту тиімділігін арттыратын өзекті педагогикалық мәселе болып табылады. Зерттеудің негізгі мақсаты бастауыш сынып оқушыларына ағылшын тілін оқытуда ойын әдістерінің тиімділігін тәжірибе жүзінде дәлелдеу. Зерттеу барысында тыңдалымға, айтылымға және лексика мен грамматикаға арналған ойындар жүйесі қолданылды. Эксперимент жасадық осы 4-ші сыныптар арасында. Эксперимент нәтижелері көрсеткенде, эксперименттік топтағы оқушылардың сөздік қоры бақылау тобымен салыстырғанда, яғни 2 топқа бөлінді. Эксперимент жасалған топ және бақылау тобы болып. Салыстырғанда 35-40%-ға артты. Грамматикалық тапсырмаларды дұрыс орындау көрсеткіші шамамен 20%-ға жоғарылады. Тыңдалым мен айтылым дағдылары айтарлықтай жақсарды. Сонымен қатар оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы артты, белсенділігі өсті, және де сауалнама нәтижелері ойын әдістері оқушылардың ағылшын тіліне деген оң көзқарасын қалыптастырып, олардың сенімділігін арттырғанын көрсетті. Зерттеу барысында әдістемелік көзқарас, зерттеу барысында лексикалық, грамматикалық, коммуникативтік ойын тәсілдері қолданылды. Ойындар сабақтың барлық кезеңінде, яғни қызықтыру, түсіндіру, бекіту жүйелі түрде енгізілді. Бұл әдіс оқушылардың белсенділігін арттырып, тілдік дағдыларды табиғи түрде дамытуға мүмкіндік берді. Мына жерде ойын түрлері QR-мен, ссылкалармен көрсетілген. Яғни memory game ол жаңа сөздерді есте сақтауға көмектеседі, flashcard games ол суреттерді арқылы жаттауға жаңа сөздерді көмектеседі. Word bingo ойыны сөздерді көзбен танып, бірден оқу және жаттау қабілетін арттыруға көмектеседі. Грамматикалық, коммуникативтік ойындар тоже міне көрсетілген. Ары қарай. Міне эксперименттің нәтижесі мына жерде көрсетілген. Ары қарай қорытындылай келе, зерттеу нәтижелері ағылшын тілін ойын әдістері арқылы оқыту бастауыш сыныпта оқушының тілдік құзыреттілігін дамытудың ең тиімді жолдарының бірі екенін дәлелдеді. Мұғалімдер үшін ойын әдістерін қолдану сабақ жоспарын түрлендіріп, оқушыларды белсенді қатыстырудың тиімді жолы болып саналады.